Қазақстанның жаңа заман тарихи пәнінің мақсаты, міндеттері және тарихнамасы. Қазақстанның жаңа заман тарихы Қазақстан тарихының маңызды кезеңдерінің бірі. Бұл пән 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың басына дейінгі тарихи оқиғаларды, саяси өзгерістерді, әлеуметтік-экономикалық даму және қазақ қоғамдағы маңызды процесті зерттейді. Бұл кезеңде Қазақстан аумағында үлкен тарихи өзгерістер болды. Қазақ хандығының әлсіреуі, Ресей империясының ықпалының күшеюі, отарлау саясаты, сондай-ақ халықтың әлеуметтік және мәдени өміріндегі өзгерістер осы дәуірдің басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Сондықтан бұл пән Қазақстан тарихын терең түсінуге мүмкіндік береді. Жаңа заман тарихы әлем мен Қазақстан тарихындағы маңызды тарихи кезеңдердің бірі. Бұл кезең шамамен 18 ғасырдан басталып, 20 ғасырдың басына дейінгі уақытты қамтиды. Қазақстан үшін бұл дәуір үлкен саяси және әлеуметтік өзгерістермен сипатталады. Осы кезеңде қазақ жерінің Ресей империясының құрамына біртіндеп енуі жүзеге асты. Сонымен қатар, қазақ қоғамының дәстүрлі құрылымы өзгеріп, экономикалық және мәдени салаларға жаңа үдерістер қалыптасты. Қазақстанның жаңа заман тарихы пәнінің негізгі мақсаты студенттерге Қазақстан тарихының жаңа заман кезеңдеріндегі саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуын жан-жақты түсіндіру. Бұл пән арқылы студенттер тарихи оқиғалардың себептері мен салдарына талдауды үйренеді. Сонымен қатар Қазақстан тарихындағы маңызды тұлғалардың қызметі мен халық қозғалысының маңызын түсінеді. Пән студенттердің тарихи ойлау қабілетін дамытуға және ұлттық тарихқа деген құрметін қалыптастыруға бағытталған. Пәннің негізгі міндеттері мыналар болып табылады. Бірінші, Қазақстанның жаңа заман кезеңіндегі тарихи процестерді жан-жақты зерттеу. Екінші, Ресей империясының отарлау саясатының ерекшеліктерін түсіндіру. Үшінші, қазақ қоғамының әлеуметтік және экономикалық өзгерістерді талдау. Төртінші, ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихи маңызын анықтау. Бесінші, қазақ халқының мәдениеті мен рухани өмірдегі өзгерістерін көрсету. Бұл міндеттер пәннің мазмұнын толық түсінуге көмектеседі. Жаңа заман кезінде Қазақстанның саяси жағдайы күрделі болды. 18 ғасырда Қазақстан хандығы әлсіреп, ішкі саяси тұрақсыздық күшейді. Осы жағдайды пайдаланып, Ресей империясы қазақ жеріне ықпалын арттыра бастады. Біртіндеп қазақ жүздері Ресейдің құрамына кіре бастады. Бұл кезеңде қазақ қоғамында жаңа әкімшілік жүйе енгізіліп, дәстүрлі басқару құрылымы өзгерді. Әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. Жаңа заман дәуірінде Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық өзгерістер орын алды. Мал шаруашылығы негізгі шаруашылық түрі болып қала бергенімен, жаңа экономикалық қатынастар қалыптаса бастады. Ресей империясының ықпал нәтижесінде сауда қатынастары дамып, қалалар мен бекіністер салынды. Сонымен қатар, жер мәселесі күрделеніп, қазақ халқының дәстүрлі көшпелі өмір салтына өзгерістер енгізілді. Тарихнама ұғымы. Тарихнама қазақ ғылымының маңызды салаларының бірі. Ол тарихи оқиғалардың қалай зерттелгенін және қандай еңбекте жазылғанын қарастырады. Қазақстанның жаңа заман тарихының тарихнамасы әртүрлі кезеңдерге қалыптасты. Әсіресе 19-20 ғасырларда бұл тақырып бойынша көптеген ғылыми зерттеулер жүргізілді. Тарихнама тарихи деректерді талдау арқылы өткен оқиғаларды дұрыс түсінуге мүмкіндік береді. Пәннің маңызы. Қазақстанның жаңа заман тарихы пәні студенттер үшін өте маңызды. Бұл пән Қазақстан тарихының күрделі кезеңдерімен түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ұлттық сананы қалыптастырып, тарихи оқиғаларды объективті бағалауға үйретеді. Пәнді оқу арқылы студенттер өз елінің өткенін тереңірек түсініп, тарихи білімдерін кеңейтеді. Қорытындылай келе, Қазақстанның жаңа заман тарихы ел тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі. Бұл кезеңде Қазақстанның саяси, әлеуметтік және экономикалық өмірінде үлкен өзгерістер болды. Ресей империясының ықпалы күшейіп, қазақ қоғамының дәстүрлі құрылымы өзгерді. Қазақтың жаңа заман тарихы пәні осы тарихи процестерді жан-жақты зерттеуге мүмкіндік береді және студенттердің тарихи білімін тереңдетеді. Назарларыңызға рахмет.